Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, қарапайым ингредиенттерден дайындалатын муравейниктің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысқа қант, жұмыртқа, жұмсақ сары май салып, күрекшемен еземіз. Үстіне сүт құйып, тағы араластырамыз. Онды міндетті түрде електен өткізіп, қамыр илейміз. Жақсылап қамырды біріктіріп, илеп, пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Тоңазытқыштан қамырды шығарып, қамырды үкіштен немесе мясорубкадан өткізіп аламыз. Қыздырылған пеште 180 градуста 15-20 минут қызарғанша дейін пісіріп аламыз. Крем дайындаймыз. Варенканың үстіне сүт құйып араластырамыз. Варенканың орнына сгущенканы пайдалансаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей піскен қамырды қолмен ұсатып аламыз. Кремнің ішіне салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай тарелкаға әдемілеп салып, немесе қолмен кішкентай шариктер жасасаңыздар, өте әдемі көрінеді. Дәмі өте керемет шықты. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.